Қазақстан премьер-министрі Ақтөбеге іс-сапар аясында бірқатар инновациялық кәсіпорындарды аралады. Алдымен Кәрім Мәсімов Ақтөбе полиэтилен құбырларын өндіретін зауытта болды. Зауыттың бірінші технологиялық желісі 2011 жылы наурыз айында мемлекет басшысының қатысуымен қолданысқа берілген болатын. Өндіріс барысында энергия тиімділігі жоғары алдыңғы қатарлы инновациялық технологиялар қолданылады. Шығарылатын өнім орта және жоғары қысымдағы су құбырлары, кәріз жүйесі мен газ құбыры құрылысына пайдаланады. Қазіргі таңда зауыт Батыс Қазақстан мен Ресей шекаралас аймақтарының нарығын жоғары сапалы құбыр өнімдеріне қажеттілікті қамтамасыз етеді. Іске қосылғалы 22 мың тоннадан астам полиэтилен құбыры шығарылды. Мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020 және даму өндіріс бағдарламалары аясында қолдауға ие болған кәсіпорындарда 90 адам жұмыс істейді. Зауытты ашқанда біздің президент ашып беріп еді осы зауытты. Сол кезде бізде бір ғана желі бар, ортаңғы желі. Одан 5 жылдың ішінде дағы 2 желі өндіріске қостық. Енді жылына біз 5 мың, 6 мың тонна шикізат өндіреміз, 5-6 мың тонна құбырлар шығарамыз. Енді алдағы мақсатымызда 4-ші желі алуымыз деп ойымыз бар. Сондай-ақ үкімет басшысы Ақтөбе рельс арқалық зауытында болып өндіріс процесімен танысты. Бұл кәсіпорын мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының бірінші сатысында республикадағы темір жол дамуы мен модернизациясына байланысты. Сонымен бірге ресейлік және украиналық өндірушілерден рельс жеткізуде тапшылық болуына байланысты салынған болатын. Зауыт жылына 200 мың тонна көлемде темір жол рельсін, сонымен бірге жылына 200 мың тонна сұрыпты өнім шығарады. 2016 жылы Ақтөбе рельс арқалық зауытының құны 21,8 миллиард теңге болатын. 100 мың тонна рельс өнімдерін шығаруды көздеп отыр. Кәсіпорынның ерекшелігі инновациялық процесс барысында дифференцияланған термо тығыздалған рельс шығаруы.